Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сысқасқызы. Бүгін сіздермен баланың іші кебуі туралы сөйлесетін боламыз. Не үшін баланың іші кебеді, қандай себептері бар, және де бұл іш кебу кезінде үй жағдайында қалай біз көмектесеміз балаға, және қай кезде міндетті түрде дәрігерге жүгіру керек. Осы туралы толығымен ақпарат алатын боласыздар. Алдымен мен каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, каналда активті болып, комментарияларыңызды жазып отыруды ұмытпаңыздар. Барлық қойылған сұрақтардың барлығына жауап беруге тырысамын. Әрине уақыт тапшылығының әсерінен сіздерге кейбір сұрақтарыңызға жауап беріп үлгермей жатырмын, бірақ қолым босаған кезде міндетті түрде каждый сұраққа жауап беретін боламын. Ал енді кеттік. Іш кебу туралы айтақ. Іш кебудің ең жиі кездесетін 5 себебі бар. Бірінші себебі ол тағамдық аллергия, яғни кейбір балаларда белковый пища дейді ғой, белковый тағамдарға аллергиясы болуы мүмкін. Соның бірінші көрінісі ретінде баланың іші кебуі мүмкін. Ол бірінші себеп. Екінші себебі ол уақытша транзиторлық лактаза ферментінің жеткіліксіздігінің әсерінен баланың іші кебуі мүмкін. Яғни сүт келеді, бірақ оны қорытатын ішекте лактаза ферменті аз болғандықтан баланың іші кеуіп кетеді. Үшінші себебі ол стресстік жағдай. Яғни біздің балаларымыз стресске өте сезімтал болады. Егер жанұясында стресстік жағдай көп болатын болса, анасы жаңағыдай постоянно напряжениеде жүретін болса, онда ол да балаға әсер етеді. Ол кезде іш құрылысы жұмысы нашарлап, баланың жаңағыдай іші кебуі мүмкін. Төртінші жағдай ол баланың микрофлорасының бұзылуы. Яғни көп жағдайда балалар жаңағыдай туылғаннан кейін антибиотиктер алып жатқан жағдайда әсіресе микрофлорасы бұзылып, өзінің керекті микрофлорасы өсіп шыққанша баланың іші кебуі мүмкін. Бесіншісі ол дұрыс емізбеу. Яғни емізу техникасын егер анасы толық жаңағыдай ұстанбайтын болса, бала көп мөлшерде ауаны жұтып қояды, содан кейін барып баланың іші кебуі мүмкін. Ең жиі кездесетін осындай 5 себеп бар. Енді біз қай кезде балада кишечный колика болып жатыр деп айтамыз. Егер сіздің балаңыз в течение дня, осы бір күннің ішінде 3 сағатқа дейін мазасызданып жылайтын болса, және ол кезде бала қызарып, жаңағыдай тырысып, күшеніп, жаңағыдай қарны аш болса да емшек ембей жылайтын болса, бұл жаңағыдай скорее всего баланың іші кеуіп жатыр деген сөз. Және де кішкене жел шығарған кезде бала кішкене тынышталатын болса, это значит балада колика болып жатыр деген сөз. Ең алдымен сіздер осындайды байқайтын болсаңыздар, бірінші кезекте сіздер сабырға келуіңіз керек. Ол бірінші дәрі бізде сабыр. Яғни анасы егер сабырлы болатын болса, обстановка бізде тыныш болатын болса, міндетті түрде бала да тынышталады. Егер анасы бүйтіп постоянно стрессте, постоянно бүйтіп уайымдап, қобалжып тұратын болса, оның барлығы балаға беріледі. Сондықтан бірінші кезекте сабыр сақтаймыз. Екінші ол емізу. Емізу техникасын толығымен сіздер жаңағыдай жасауларыңыз керек. Баланы өте жақын ұстауымыз керек. Мейірленіп, асықпай отырып, бүткіл жаңағыдай емшектің қарасын түгел салып, баланы спокойно обстановкада емізуіміз керек. Егер сіздің сүтіңіздің мөлшері көп, жаңағыдай қатты жаңағыдай келетін болса сүт, ондай кезде бала үлгермейді да, еміпші көп ауа жұтып қояды, шашалып, ауа жұтып, сөйтіп еметін болса, міндетті түрде бұл ауаның бәрі қайда барады? Балада, яғни іш құрылысқа барып, арғарата іш кебуі мүмкін. Сондықтан сіздер емізу техникасын бірінші кезекте қолдануымыз керек. Және де егер анасы, кейбір балалар белокқа кішкене сезімтал болады дедім ғой, сондықтан анасы кішкене аллергия туғызатын заттарды өзінің рационынан азайтса, мысалы ол сүтті тағамдар болуы мүмкін, орех немесе жұмыртқа сияқты бізде аллергияны көп туғызатын заттардан 3-4 аптаға дейін бас тартып көріңіздер. Егер бұл кезде іш кебуі азаятын болса, онда 6 айға дейін осы тағамдарды азайтып, қосымша бірақ сіздер кальцийдің деңгейі түсіп кетпес үшін кальций препараттарын міндетті түрде қолдануымыз керек. Енді егер бала
сместа болатын болса, яғни қосымша тамақ ішетін болса, онда міндетті түрде сместі таңдауымыз керек балаға. Егер бала аллергичный болатын болса, бетінде қызарулар, атопический дерматиттері бар балалар болатын болса, міндетті түрде гипоаллергенный деген сместерді таңдаңыздар. Аллергиялық жаңағыдай заттары төмен, және де ішінде пробиотиктар көп, лактобактерия, бифидобактериялардың деңгейі жақсы, сондай сместерді таңдап балаға беруіміз керек. Енді кейбір жағдайларда бізде 95% жағдайда бұл процесс бізде пробиотиктар, яғни ішқұрылыс дұрыс жұмыс істемегеннен болуы мүмкін. 5% жағдайда бұл басқа ауру болуы мүмкін. Яғни ол жаңағыдай зәр шығару жолдарының ауруы болуы мүмкін, немесе екінші жағдай ол құлағында проблема, яғни атиті бар балалар тоже осы іш ауырған сияқты шыңғырып жылауы мүмкін. Және де жаңа сізге айтып өткендей, балада жаңағыдай инфекция, жаңағыдай кіші дәретінде проблема болатын болса, мочасын тапсырып көру керек, және бүйректің қызметін тексерту керек ондай жағдайда. Ал көп жағдайда, конечно, 95% жағдайда іш кебу самостоятельно қайтып кетеді. Енді дәрі-дәрмекке келетін болсақ, дәрі-дәрмектердің 100%, мысалы семитикон состав, яғни эспумизан, баботик, кейбір аналарымыз береді. Бұл препараттар егер балаға көмектессе, пожалуйста, берсеңіздер болады. Ал егер балаға көмектеспейтін болса, баланы жаңағыдай үй жағдайында ішпен жатқызуға тырысамыз. Егер бала жылап жататын болса, жаңағыдай жылы простыняны, жылы пеленканы ішіне осылай қойып, баланы ішпен қаратып, көтеріп, біраз уақыт жаңағыдай успокаивать етсеңіздер болады. Немесе баланы ішіне жаңағыдай по часовой стрелке массаж жасаңыздар, яғни сағат тілімен осылай массировать етіп, аяқ қолдарын жаңағыдай бүгіп жазып, кішкене жел шығаруға көмектесетін болсаңыздар, баланың кішкене жағдайы жақсаруы мүмкін. Және жаңаға жоғарыда айтқандай, ішті кептіретін тағамдарды анасы кішкене аздау қолданған дұрыс, яғни капуста, всякий жаңағыдай сүтті тағамдар, бізде орехтар, мысалы ішті кептіретін заттардың барлығын анасы кішкене рационнан азайтуымыз керек. Енді қай кезде сіздер міндетті түрде дәрігерге жүгірулеріңіз керек? Ең негізгі жиі симптомдар болады. Ол біріншісі бізде бала егер құсатын болса, және де бала жөтелетін болса, қайта құса берсе және жөтелсе, келесі ол балада аллергический процесс, өте қатты аллергия болатын болса, келесі ол құсқан кезде құсықта немесе үлкен дәретінде қан көретін болсаңыздар, міндетті түрде жүгіру керек. Одан кейін балада температура болса, баланың жағдайы бір нашарласа, күнделікті қараған кезде, баланың есіне байланысты, есінен тану сияқты жаңағыдай заттар байқайтын болсаңыздар, міндетті түрде, және еңбегі өте қатты пульсациялап тұратын болса, тоже дәрігерге міндетті түрде бару керек. Және де баланың дамуы артта қалатын болса. То есть бала уже сіздер 6 айда аунау керек, 8-9 айға дейін уже еңбектеп отырып бастау керек, және 1,5 жасқа дейін жүру керек. Осы заттардан артта қалатын болса, міндетті түрде дәрігерге бару керек. Ол коликамен байланысты болсын, байланысты емес болса да, осы сіздер показательдерден артта қалмау керек, яғни өзінің жасына сай дамып отыру керек. Одан кейін, егер бұл іш кебуі 10-12 сағаттан ұзақ болатын болса, сіздер міндетті түрде дәрігерге келіп баланы көрсетулеріңіз керек. Енді іш кебу туралы тағы да басқа да осы мәліметтер сіздерге түсінікті болатын болса, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Басқа да сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Мені тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Балаларыңыз ауырмасын, дендері сау болсын, өздеріңіз ауырмаңыздар. Және де осы видеоны көріп менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы.